Саламатсыздар ма, каналыма хош келдіңіз. Мен бүгін помидор мен огурцыдан соленый жауып көрсететін боламын. Өте тамаша соленый, қыздар, менімен бірге болыңдар. Алдын ала көкөністеріміздің бәрін жуып аламыз. Огурцыйымызды 2 сағат суға қоямыз, қыздар. Помидор, укроп, хрен барлығын жуып тазалап аламыз осылай. 2 сағат суда тұрғаннан кейін банкілерімізді парит етіп, қақпақтарымызды стерилдеп, барлығын дайындап аламыз банкымыздың. Міне дәл осылай банка даяр болғасын, ішіне салмаларын салып, дайындайтын боламыз. Қара горошко пересіміз саламыз, лавровый листіміз саламыз, қыздар. Чесногымызды, укробымызды салатын боламыз. Дәл осылай жақсылап хренімізді салып, огурцыйымызды жайғастырамыз ішіне. Өте тамаша қытырлақ огурцы, қыздар. Менімен бірге жауып көріңдер, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен болгарскийді ең соңында салам, қыздар. Банкада әдемі болып көрініп тұрады. Сондықтан соңында салам. Міне дәл осылай барлығын салып шығып, қайнап тұрған суымызды үстіне құятын боламыз. Үстіне құйған суымыз 20 минутқа тұру керек, қыздар. Міне дәл осылай барлығына су құйып шығамыз. Қияр деген міншіл болады. Міне бірінші суымызды құйдық, оны төгіп аламыз да, осы суымызды қайта қайнатып құятын боламыз. Қияр деген міншіл болады, қыздар. Қатты жақсылап вниманиемен жауы керек. Мынау екінші суымыз, жаңағы төккен суымызды қайтадан қайнатып, осылай құямыз. Үшінші құйған суымызды таза су құямыз. Бұны төгіп тастаймыз, қыздар. Екінші суымызды құйып 20 минутқа қойдық. Оған дейін помидорларымызды барлығын жайғастыра береміз, дайындап. Қара горошкымызды, чесногымызды, укробымызды барлығын салып, ішіне дайындайтын боламыз. Лавровый лист саламыз, қыздар. Мен 1 жәшік помидор алдым, 10 кило огурцы алдым. Банан коробкадағы помидордан алдым. Өте тамаша помидор екен, қыздар. Болгарскийіміз шетіне тастап, укроптарымыз шетіне әдемілеп, барлығын салып шығатын боламыз. Дәл осылай менімен бірге жауып көріңдер, қыздар. Өте тамаша шығады менің соленыйларым. Менің каналыма тіркеліп кетіңдер. Дәл осылай барлығын салып қоятын боламыз помидорымыздың. Міне оған дейін 20 минут өтті. Бұл суымызды төгіп тастаймыз, қыздар. Екінші құйған суымызды төгіп тастап, үшіншісінде таза су құятын боламыз. Дәл осылай төгіп тастап, банкаларымызға тұздарымызды салып, әр банкаге 2 ас қасықтым толтырмай. Егер 3 литр болса, 3 ас қасық. 1 литр болса, 1 ас қасық, қыздар. Менің каналыма өтсеңіздер, түрлі компот, варенье жабылу жолдары, свежий салаттар барлығын видеоға түсіріп салып қойдым. Каналыма өтіп қараңыздар, қыздар. Үшінші қайнаған суымызды құямыз, тұзын салып болып. Осыдан кейін жауып тастайтын боламыз, қыздар, қиярымызды. Өте оңай, әрі қытырлақ, тез дайын болады, қыздар. Менімен бірге жауып көріңдер. Міне уксусымыз тамызамыз. Жарты чай қасық, қыздар. Чай қасықпен жарты қасық. Кәдімгі 70% уксус бұл. Дәл осылай енді жауып тастай береміз. Өте оңай, қыздар. Менің каналыма кіріп, барлығын жеке-жеке де түсіріп қойдым. Міне өте тамаша. Кіріп қарасаңыздар болады, қыздар.
уксусымызды құйып, екінші банкымыз. Барлығын осылай жауып аламыз. Міне жауып болғасын, міне түсіріп жатырмын. Өте тамаша болып шықты огурцеміз қыздар. Енді помидорымызды жауамыз. Барлығын салып қойдым, жаңа көрсеттім. Салғандарымның барлығын. Суымыз қайнап тұр, жайлап, міне құямыз. Помидордың суын тек бір құямызда төгіп тастап, екіншісінде жауып тастай береміз қыздар. Бұл қияр сияқты 3 рет құймаймыз. Бұда тек бір құйып, төгіп тастап, екіншісінде таза су құйып, жауып тастайтын боламыз. Дәл осылай барлығына құйып шығамыз. 20 минутқа қойдық. 20 минуттан кейін төгіп, бұл суды төгіп тастаймыз. Помидорға тек бір рет құйып, төгіп тастап, екіншісінде жауатын боламыз. Өте тамаша соленый қыздар. Менімен бірге жауып көріңдер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 2 ас қасық толтырмай. 1 литрға 1 ас қасық, 2 литрға 2 ас қасық, 3 литрға 3 ас қасық тұз саламыз қыздар. Міне таза су екінші құйып атқаным. Осыдан кейін жауып тастаймыз қыздар. Жарты ас қасық уксусымыз. Мен столды босатып қойдым қыздар, бәрі банка толып кеткесін. Қазір барлығын қойып көрсететін боламыз. Дәл осылай жауып шықтық. Міне барлығы даяр болды. Міне менімен бірге жауып көріңдер қыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.